Сафа төбесінен айтылған үндеу. Исламды уағыздау кең өріс ала түсті. Ашықтан ашық ақиқатқа үндеу иманды рухтарға қуаныш сыйласа, мүшриктердің қауіпін үдете түсті. Енді өзіңе бұйырылғанды ашық түрде айтып жеткіз. Мүшриктерден теріс айнал. Хижр сүресі 94 аят деген Алланың пәрменін алған соң, әлемдердің мақтаны Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам саябыр таппады. Алып ұшқан көңілі жерлестеріне материалдық, рухани бақыттың жолын тезірек көрсетуге асықты. Алла Расулы меккеліктерге исламият пен пайғамбарлық жайын қалай түсіндірерін ойланып жүрген. Көп толғанып, ақыры Сафа төбесіне шығып, жар салғанды жөн көрді. Биіктен халыққа үндеу тастаса, естігендер не екенін білу үшін болса да келері хақ. Өйткені арабтардың әдеті бойынша біреу сырттан әлде қалай қауіпсізсе, не болмаса маңызды хабар жариялау керек болса, биік төбеге шығып айтарым бар деп халықты жинайтын болған. Әзірет Мұхаммедте саллаллаху алейхи уассалам осы үрдісті жөн көріп, меккеліктердің алдында жарияға жар салып, өзінің Алланың соңғы пайғамбары екендігін, исламның хақ дін екенін айтып, қолдауға шақырды. Ей Құрайыштар, келіңдер, айтқандарыма құлақ қойыңдар. Сендерге арналған маңызды хабарым бар, деп жұрттың назарын аударды. Ел жұрт кім болды екен, не айтпағы бар, жоқ әлде дұшпанның қаупі төнді ме деген оймен апыр-топыр лезде жиналып қалды. Сафа төбесінің маңында асығып жеткендер үндеушіні бірден таныды. Ол 7 жасар баладан 70-тегі қарияға дейін жақсы таныс Мұхаммадул Әмин еді. Не тілегі болды екен? Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, айтарыңды тезірек айтпасаң, тағатымыз таусылар түрі бар, деп көпшілік арасынан шыдамсыздық танытқандар да табылды. Барша халық жиналып, асқан ықыласпен ден қойып, жанарлар өзіне қадалып, айналаны тыныштық билеген сәтте, Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сөз бастады. Ей Құрайш қауымы, туған туыстар, мен еш қайсыңа да бөтен емеспін, білесіңдер. Не айтсам да сіздердің қамдарыңызды ойлап айтам. Дұшпан әскерінің келе жатқанын көрген шын жанашыр кісі сол қауіптен қорғану үшін жақын жуығына хабар беруге асығатыны сияқты, мен де аса маңызды мәселені қайырға бастар бақытты көрсетуге сіздерді жинадым. Ей Құрайыштар, сендерге қазір сонау таудың арғы бетінде жау әскері келіп қалды. Біраздан соң тарпа бас салмақшы десем, менің сөзіме сенесіңдер ме? Бұған дейін жалған айтпақ түгіл, өтіріктің атынан жиренетінін білгендіктен, халық бір ауыздан Мұхаммадул Әмин атанған пайғамбарға, әрине, сен айтсаң сенеміз, сенің турашылдығың әрқашан бізге өнеге, жалған атаулыдан бойыңды аулақ салатының баршаға ян, неге сенбеске, деп жауап берді. Олай болса, деп Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Құрайш тайпасының әрбір руын жеке-жеке атап шықты да, мен сендерге Алланың әмірін жеткізушімін. Құдіреті күшті Алла тағала маған ең алдымен жақын туыстарыңа ақырет азабын ескерт, деп бұйырды. Сендерді Алла жалғыз, одан басқа тәңір жоқ, деп иманға келуге шақырамын. Мен де оның құлымын.
әрі елшісімін. Егер айтқандарымды қабылдасаңдар, жұмақтың есігі сендерге айқара ашылады. Тағы да қайталап айтамын, лә илаха иллаллах деп мойындамасаңдар, менің дүниеде де ақыретте де пайдам тимейді. Алланың елшісінің сөздеріне онсыз да делқұлы Әбу-Лахабтың зығырданы қайнады. Жерден тас алып, тұқымың өспегір, бізді жинағандағы айтпағың осы ма еді, деп қолындағысын пайғамбарымызға қарай лақтырып кеп қалды. Одан басқа тыңдаушылар арасынан ешкім ләм-мим деместен тек өзара күбірлесіп тарасты. Осы әрекетмен-ақ Әбу-Лахаб Алланың қарғысына ұшырады. Расуллаға деген наразылығы өршіскендігінің сазайын тартты. Алла тарапынан аян болған Тәбәт сүресінде Әбу-Лахабтың азапты ақыры туралы айтылады. Әбу-Лахабтың екі қолы бірдей құрысын, онсыз да құрыды. Мал дүниесі мен бар тапқаны, таянғаны оған еш пайда бермеді. Таяуда жанып шыжғырылу үшін жалын атқан отқа кіреді. Сондай-ақ оның әйелі де сол жалын атқан отқа отын тасушы болып кіреді. Мойнына мықты есілген арқан салынған күйде.